Ас шаян қосылған салангани рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы, 18 дана өнім, 800 грамм тазартылған ас шаяндар, 3 қызанақ, 1 ас қасық томат пастасы, жарты лимон, 1 жұмыртқа, 1 бума ас көк және 1 бума ақ желкен, 3 бөлік сарымсақ, 150 грамм өсімдік майы, жарты шай қасық қант, 1 сабақ ащы бұрыш, тұз бен бұрыш дәміне қарай. Салманы әзірлеу үшін ет тартқыштан өткізілген ас шаянға ұсақтап туралған 1 бума ас көк қосамыз. Қант, тауық жұмыртқасын, лимонды үстіне сығып, тұз бен бұрыш қосып, мұқият араластырамыз. Фарштау алдында макарон орамдарын бір-бірінен жай ғана ажыратып, өнімді тығыз толтыруды жалғастырамыз. Орамдарды ажырата береміз. Нәтижесінде тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, ұстап тұрады. Биік табаға өсімдік майына ұсақталған желкен, сарымсақ және дөңгелектеп туралған 1 дана ащы қызыл бұрышты 1-2 минут қуырамыз. Бір қасық томат пастасын салып, жақсылап араластырамыз. Әрі қарай дайын қуырмаға тігінен бір-біріне тығыздап саланганиді салып, абайлап жоғарғы деңгейіне дейін ыстық су құямыз. Тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап 15 минут қақпағын жауып, бәсең отта бұқтырамыз. Саланганиді абайлап, түбінен демей отырып ыдысқа салыңыз. Ас дәмді болсын.